жұмыс істеймін, бірақ ешқашан мен өзімнің ақшамды мынау менің ақшам деп ешкімге бір бөліп алған емеспін да. Себебі неге біз айтамыз, үйде береке болу керек, ауызбіршілік болу керек деп. Егер менікі деген жерде ешқандай ауызбіршілік болмайды. Әрине біздің дінімізде әйелдің табысы ол әйелдікі, менің де табысым өзімдікі, бірақ менің ешқашан ақшама бір есеп сұраған емес, қанша кәсіппен айналыстым, әлі күнге дейін айналысып келемін. Біздің отбасында үлкен бір ауызбіршілік бар, және де менің жайбарақат жұмыс істеуіме, қанша табыс тапсам да еркін жүруіме, қалағанымды жасай алуыма негізі осы еркіндік, үйдегі ауызбіршілік және де менікі демей бөлектенбей жүруіміз көмектесетін сияқты. Және де өзімнің қазіргі уақыттағы жас келіндерге айтар едім да, всегда коммуникация любой ситуацияда важно. Кез келген ситуацияда өте маңызды. Табыс туралы әңгімелессеңіз де, басқа туралы әңгімелессеңіз де, бұл нәрсе маңызды. Дегенмен мен отбасы құрар алдында жолдасыммен, жігітіммен ол кезде сөйлестім. Ақшаны кім ұстайды? Менің ақшам қалай болады? Сенің ақшаң қалай болады? Барлығын біз ақылдасып алдық. Дегенмен өзімнің ақылымды қосып, ата-анадан алған тәрбиемді қосып, менікі деп бір бөлініп кеткен жайым жоқ. Келін егер менің ақшам тек менікі дейтін болса, әйел заты отбасы құрғаннан кейін менің ақшам тек менікі дейтін болса, ол отбасындағы ауызбіршілікті мен бұзады деп ойлаймын. Сол үйде тұрып, сол үйдің ауасын жұтып, сол үйдің суын ішіп өмір сүргеннен кейін әйел заты ол үйдің де мәселесіне бас қатыруы тиіс. Мысалы, мен тұрмысқа шыққалы жұмыс істеймін, бірақ ешқашан мен өзімнің ақшамды мынау менің ақшам деп ешкімге бір бөліп алған емеспін да. Себебі неге біз айтамыз, үйде береке болу керек, ауызбіршілік болу керек деп. Егер менікі деген жерде ешқандай ауызбіршілік болмайды. Әрине біздің дінімізде әйелдің табысы ол әйелдікі, менің де табысым өзімдікі, бірақ менің ешқашан ақшама бір есеп сұраған емес, қанша кәсіппен айналыстым, әлі күнге дейін айналысып келемін. Біздің отбасында үлкен бір ауызбіршілік бар, және де менің жайбарақат жұмыс істеуіме, қанша табыс тапсам да еркін жүруіме, қалағанымды жасай алуыма негізі осы еркіндік, үйдегі ауызбіршілік және де менікі демей бөлектенбей жүруіміз көмектесетін сияқты. Және де өзімнің қазіргі уақыттағы жас келіндерге айтар едім да, всегда коммуникация любой ситуацияда важно. Кез келген ситуацияда өте маңызды. Табыс туралы әңгімелессеңіз де, басқа туралы әңгімелессеңіз де, бұл нәрсе маңызды. Дегенмен мен отбасы құрар алдында жолдасыммен, жігітіммен ол кезде сөйлестім. Ақшаны кім ұстайды? Менің ақшам қалай болады? Сенің ақшаң қалай болады? Барлығын біз ақылдасып алдық.